Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің. Сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бек ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүр алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақжаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп, аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық ай, сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шуылдаған немерең тып-тыныш боп, есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таң елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Мейірімнен қаланған біздің үй, бақыттан жаралған біздің үй. Әр атқан таңыңа шүкір деп, ұйқыдан оянған біздің үй. Әкешім, анашым сағындым, үйімнің ауасын сағындым. Мұра сол атам мен әжемнің, куәсі балалық шағымның. Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асырсап ойнаған есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Шаттықтың шырағы біздің үй, бақыттың бұлағы біздің үй. Жүрегім жылылық табатын, жанымның жұмағы біздің үй. Жолда
жұлдызы самғаған жақұт түн, осында ордасай бақыттың. Әкешім ертеген жүйріктей, самырап өткен ай уақыттың. Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асырсап ойнаған есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Қайнаған есімде, асырсап ойнаған есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Береке белдігі, өнеге өрлігі, өзіңмен ғана белгілі. Кеудеңе сыйғандай, даланың дархан кеңдігі. Көңілі гүл көктен мейірімді жан еткен, бесік тербеткен. Анаңдау сүйсең менше сүй. Бабамның антындай, хауана қалпындай, пейіліңмен мың жаса сарқылмай. Кіршексіз жүрегің алтын десе алтындай. Көңілі гүл көктен мейірімді жан еткен, түн ұйқын төрт бөліп бесік тербеткен. Анаңдай сүйсең менше сүй.
тіге отырып, өзі Әлімқұл деген бір жігіт отыр, менің әкем болады. Сол кісі мына ағаларына бір жақсы бір лебізін білдіріп жолдас болады. Ау, папа. Давай. Үлкен ағалар, аталар, апалар, ел тәтелер. Осылар 50 жыл бұрын жауды жеңіп, жеңіске жетіп, аман есен ауылға оралып, ауылдың соғыстан кейінгі зардап шеккен ауылға еңбегін сіңдіріп, еңбек етіп, осындай сондай жақсы әдетке жеткізіп, бүгінгі күні сіздердің жақсылықтарыңыз үшін дастарханыңыз кең болып, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға өсіріп, осындай немерелі, шөбірелі болып, осындай әдетке жетіп отырмыз. Мінекей осы сондай қазіргі заманда, қиыншылық заманда, қымбатшылық заманда осы сондай қиыншылық көрмей, осындай дастарханымыз кең болып отырған осы сіздердің арқаларыңыз. Ал енді осы бүгінгі жеңіс күндеріңізді күтіп алып, немерелер, шөберелеріңіздің қызығын көріп, әлде де 50 жыл жасай беріңіздер. Сол үшін осы құрмет үшін алып қояйық. Құрметті тәтелер, құдағилар, мына өзіміздің балаларымыз, немере шөберелеріміз, бүгін мінекей ұлыстың ұлы күні қуат, тұрғайса жауып, осындай кең дастархан мол дүниесін шашып төгіп, әке шешесіне жайып отыр. Некеге әке мен шешені арқалап апарса да, әке шешенің қарызынан құтыла алмайды дейді. Мынау да бір қарызының бірі болып есептеледі. Осындай пейілдеріңді көрсетіп, осындай сыйларыңды жасап отырған сендерге мың бір рахмет. Енді мына ағалар болмаса, соғысты жеңбесе, осындай халға біз жетпес едік. Ағалар соғысқа кеткенде біз жаңа туып жатқан бала болатынбыз. Алдымыз 6-7-де, кейбіріміз тумағанбыз, мысалы айтқанда. Енді Құдайдың ол берген бір жақсылығы, мінекей жақсы ниет. 50 жыл одан бері өтіп жатыр мінекей. Жаман жақсы өмір сүріп жатырмыз, одан бері жаман болып жатқан жоқпыз. Енді қазағымыз, осы отанымыз бәрі алға баса берсін. Балалардың арқасында қызықтап жүре берейік. Сіздер ауырмаңыздар. Сіздердің жастарыңызды осы аттар балаларға берсін. Енді бұдан кейін тек қана осы балалардың қызығын қызықтап, жақсылығын көріп, немере шөберелеріңізді сүйіп жүре беріңіздер. Сіздер болмасаңыздар, бұндай дастархан жасап, бұндай басымыз қосылмас еді. Сіздердің арқаларыңыз, дәулеттеріңіз мол болсын, дастархандарыңыз жиылмас, аққасы мінекей. Періште омин десін. Енді не деймін, бақыттарыңыздың дендеріңіз сау болсын, балаларыңыз көбейе берсін, молая берсін, тойдан той бола берсін. Осындай ылғи да жақсы ақ дастарханда бас қоса берейік. Денсаулық үшін. Милый мой, қайда барасың, милочка, германцу бить. Милый мой, өліп қаласың, милочка, не может быть.